Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен сосисканы спиралдай кесіп, дәмдеуіштермен майда пісіретін боламыз. Бізге керегі сосиска, таяқшаларды алдын ала суға салып қоямыз, өйткені қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Ұн, нан ұнтағы, жұмыртқа, паприка және қызыл бұрыш керек болады. Алдымен біз сосисканы сыртындағы қабығынан аршып алатын боламыз. Тазалап алған сосискамызды ортасынан таяқша тығатын боламыз. Шашлик сатып ортасына таяқшаны тығамыз. Содан кейін барып спирал етіп кесетін боламыз. Міне бәрін таяқшаға тығып алдық. Енді жаймен деп айналдыра отырып қиғаштап спирал қылып кесетін боламыз. Көрнекті болу үшін, арасы дәмді болу үшін. Осылай бәрін спирал етіп кесіп аламыз, қиғаштап. Енді дәмдеуіштерді дайындаймыз. 2 жұмыртқаның үстіне тұз салып аламыз. Паприканың үстіне қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Асқа шай қасықтай. Бірінші ұнға аунатып аламыз. Сосын жұмыртқаға аунатамыз. Кейін нан ұнтағына аунатамыз. Соңында паприка мен қызыл бұрышты үстіне сеуіп шығатын боламыз. Міне осылай бәрін алдын ала дайындап аламыз. Бәрін алдын ала дайындамасаңыз, өте жылдам болады. Міне майға осылай шетінен қуырып алатын боламыз. Өте жылдам орындалады. Балалардың сүйкімді асы болады. Міне осылай жылдам пісіріп алуға болады. Бұны әртүрлі гарнирлермен ұсынсаңыз болады. Балалардың сүйіп жейтін фрименен ұсындым. Міне біздің сосискамыз дайын болды. Сіздермен болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар каналға.